Амансың ба, Самал? Енді осылай біз хабарласатын болдық сияқты. Өйткені сіздің хатшыңыз маған адам дұрысты қазақша жауап беріп, содан кейін орысша жалғастырды. Мен талап еттім қазақша маған айтуға, үндемеді. Айттым, Самал сондай бұйрық берді ме? Үндемей тұрды да трубканы тастай салды. Қаным басыма шапшыды. Алдында Сәния деген телефонды берген, көмекшіңіздің телефонын. Ол 4 рет хабарластым, трубканы алған жоқ. Сосын кеңсеге тағы да хабарластым, кеңсе бірінші трубканы алған. Ол да трубканы алған жоқ. Енді мені оқыңыз, мен осылай мәжбүрлігімді телефонмен сізге, видео арқылы хабарласуымды. Сұрақ менде осындай бірінші сұрағым, жаңа айтып өттім. Екінші сұрақтарым, Самал, сіз енді сондай қатарға сізді қоспап едім, қазақ тілін жолатпау, енді сол болып жатқан сияқты сіздің тарапыңыздан, Байхановтың бұйрығына. Мен жасөспірімдерді кездескенде, енді екеуінің дәлелі бар, менің өйткені екеуінің видеосы бар. Біреуі қойылды әлеуметтік желіде, сенбідегі, алдындағы қойылмады. Біреуі 9 класста оқимын деді, біреуі 14 жаста. Екеуі де қазақша білмейді. Біреуі элементарно білмейді. Қай класста оқисың, сыныпта дегенді айтқан жоқпын. Қай класста оқисың? Я не понимаю на казахском языке. Сол, мне трудно дается. Мен айтым, қай класста? Бірақ сұрақ болды, қай класста? Қалай 9 класстан, мінеки, қай деген сөзді ол әлі ұқпайды. Қай класста оқисың? Қай оқисың? Мінеки, соны. Немене болып жатырмыз, Самал? Я не понимаю ваш язык, говорите на русском языке. Шамамен солай айтты, әйтеуір мені түсінбеді. Понаехавшийсың ба десем, айтады, жоқ, у меня свидетельство, я здесь родился. Жақсы. Екінші сенбі, ол енді әлеуметтік желіде тұр. 14 жастағы бала, 5 мектептің оқушысы, маған айтып отыр, қайдан? Мен айттым, мына сүт өнімдері қайдан? Дегенде, я не понимаю, вы же видите, что я русский? Говорите на русском языке. Самал, не болып жатырмыз, жауап бер.